Ассалаумағалейкум ардақтаған 24 кезет арнасында сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге мен Бақтияр Хамид. Темір жол ел экономикасына тірек болған салалардың бірі, сондықтан ондағы үзіліссіз жұмыс бюджетке түскен үзіліссіз кіріс деп айтуға әбден болады. Демек, темір жолдағы қозғалыстың бір сәтке де толастамауы аса маңызды мәселе. Алайда соңғы кездері елімізде темір жол апаттары жиілеп кетті. Мәселен, кеше ғана Шымкент маңында жүк пойызы жолдан шығып 29 вагон аударылғаны белгілі. Осы орайда шойын жолдағы апаттардың жиілеуіне не себеп деген сауалды бүгінгі хабарға арқау еткелі отырмыз. Студия қонағы көлік және коммуникация министрлігіне қарасты көліктік бақылау комитетінің төрағасы Әсет Асаубаев. Әсет Асанұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді телекөрермен қауым, хабарымыздың бүгінгі тақырыбына қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экрандарыңызда көрсетілген сілтемелер арқылы біздің ғаламтордағы мекен-жайға жолдай аласыздар. Әсет Асанұлы, енді жаңа ғана атап өттім, кешегі Шымкенттегі орын алған апат туралы айтсақ, ең алдымен салдарын жоя алдыңыздар ғой апаттың? Енді қазіргі кезде тиісті шаралар қабылданып, ең бастысы жолаушылар пойыздарын тоқтатпау үшін, жолды қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қабылданып, 9 жарымда жаңағы жол ашылып, жөнделіп, бүгінгі күні тоқтатылып тұрған жолаушылар пойызы барлығы өз кестесі бойынша жолға шықты. Алайда жаңағы аударылған, енді жалпы 56 вагонның 29-ы аударылды. Вагонның бір вагон тек қана алдыңғы дөңгелектермен шығып қалды. Жалпы 30 вагон енді рельстен шығу фактісі орын алды, білетіндеріңіздей. Енді қазіргі кезде сол бір жолағын ашып, темір жолдың екінші жолағын қазіргі кезде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бірақ аударылған енді жаңағы вагондарды қазір тексеріп, оны көтеру жұмыстары бойынша жаңағы төтенше жағдайлар министрлігімен, сосын жаңағы сол жердегі әкімшілікпен, жаңағы КТЖ Қазақстан темір жолы көмегімен сондай салдарын жою бойынша тиісті шаралар қазір қабылданып жатыр, жұмыс жүріп жатыр. Сонымен қатар атап кетер жайт, тиісті біздің министрлікте және Қазақстан темір жолы өкілдерін қоса отырып комиссия құрылып, қазіргі кезде сол комиссия тиісті тексеру жұмыстарын жүргізуде сол апат орнында. Енді алдағы уақытта белгілі болады дейсіз ғой себеп салдары апат? Әрине, қазір енді вагонды да тексеріп, темір жолдың өзін тексеріп, жолдың өзін тексеріп дегендей, оны тиісті экспертизалар өткізіп, оның қорытындысын міндетті түрде хабарланады. Ол тексеру қорытындысы бойынша жалпы ол қорытынды шығаруға негізі ереже бойынша 30 күн арасында шығарылу керек. Бірақ одан ерте анықталса, міндетті түрде оның себептерін жою бойынша, алда жеткізбеу бойынша оған кінәлі адамдар тиісті жазасын тартып, тиісті шаралар қабылданатын болады. Әсет Асанұлы, жалпы осындай оқиғалардың, темір жолдағы апаттардың жиілеп кетуін немен байланыстырар едіңіз? Енді қазір мен жиілеп кетті деп айта алмаймын, өйткені былай статистикаға жүгінетін болсақ, алдағы 2013 жылы, мәселен осы 4 айда, осындай 4 айда, қазіргі 2014 жылы 4 аймен салыстырсақ, мәселен бұндай жаңағы вагондардың жолдан тайып шығуы немесе жолдан рельстен шығып кетуі дейміз, бұндай фактордың саны азаюда. Мәселен, былтыр бізде 12 факт орын алса, осындай кезеңде осы жылы біз енді 4 айында осындай 9 фактіні анықтап отырық. Оның алдында өздеріңіз білесіздер, жаңағы Атыраудағы ең алғаш рет осындай жолаушылар вагоны болған факті, және де одан кейінгі Жамбылда болған, енді қазір осындай Шымкентте болғандай дегендей, осындай енді бұзушылықтар орын алып отыр. Соған енді тиісті шаралар қабылданып отыр. Ал осындай апаттарға негізінен не себеп болып жатады? Ол техникадан ба, жоқ әлде адами фактор ма? Енді дұрыс, нағыз айтып отырсыз, ол негізгі екі себеп бар. Алдағы енді бүкіл осындай рельстен шығу фактілерін анықтап, ол тергеу қорытындылары бойынша анықталған екі себептің бірі ол адами фактор, дұрыс айтасыз, яғни тиісті жөндеу жұмыстарын сапасыз өткізу немесе жаңағы ағымдағы тиісті жұмыстарды уақытында өткізбеу дегенде осындай адами факторлар бір. Екіншіден, сапасыз балқыту, вагондардың детальдарын сапасыз балқыту фактілері бар. Яғни ол әр бөлшектерін, кейбір бөлшектерін шетелден алып келгенде, мәселен біз вагондарды тележкасы дейміз, солар енді сапасыз құйытылған себебінен сыну фактілері орын алып, әрине енді вагонның
рельстен тайып кету орын алуда. Осы негізі екі фактор осы жаңағы статистиканы тексеретін болсақ, негізі 40% осы фактор бойынша, қалған 60% көбіне адами фактор бойынша орын алуда. Бірақ жаңа айтып отқандай, тиісті шаралардың қабылдануының арқасында бұндай вагондардың тайып кету фактілері, жолдан рельстен шығу фактілері, жаңа айтқандай, оның саны азаюда, динамика яғни төмендеуде. Жаңаға сіз айтып өткен сапасыз бөлшектер Қазақстанда шығарылмайды, жоқ, ол бөлшектер әрине бізде көбіне қазір енді локомотивтерді дейміз, вагондарды да құрастыру, Қазақстанда шығару қазіргі алға қойылып орындалуда. Бірақ әрине бүкіл енді вагонды енді Қазақстанда шығара салу оңай емес. Кейбір бөлшектерін әрине және импорттауға мүдделіп отырмыз қазіргі кезде. Сондықтан ол жаңағы сынып кету, балқыту дұрыс сапасыз енді осы бөлшектер, негізінен шетелден әкелген бөлшектер. Ол бойынша сол шығарылған заводтарға тиісті кім қолданады, жаңағы тасымалдаушы, егер осындай факт болса, тасымалдаушы сол заводқа жүгініп, тиісті енді қандай зақым келді, сол мөлшерін сол заводтан алуға құқылы, және де сол бөлшек шығарылған бір құйытылымда сол бөлшектердің барлығын ауыстырып сол заводқа тапсыру дегенде осындай мәселелер шешілген. Мәселен, егер осындай бір бөлшектер сыну фактілері орын алып, солдай бөлшектер басқа вагондарда құрылса, сол бөлшектердің барлығын ауыстыру бойынша негізі осындай заводтармен осындай жұмыстар жүргізіліп, бұнда енді болашақта болдырмау үшін дегендей шаралар қабылдануда. Түсінікті Әсет Асанұлы, енді жалпы осы тақырыпқа байланысты мен бүгін өз бетімше ізденген болатынмын. Соның барысында бір қызықты жайттары анықталды. Мәселен, міне сәуір айының 19-20 күні 2 күн қатарында темір жол апаттары болған, өзіңіз білесіз. Алғашқысы мына Алматы-Атырау бағытындағы жолаушы пойызы, екіншісі жүк пойызы Шу-Жамбыл учаскесінде вагондар шығып кетті жолдан. Және наурыз айының 23 күні Қызылордада 11 вагон жолдан шыққан. Енді күнтізбеге қарасақ, бұл оқиғалардың барлығы демалыс күндеріне келген. Бұл кездейсоқтық деп айтамыз ба, жоқ әлде бір адами фактордың орын алғанын деп айтуға бола ма? Осыған мән бердіңіздер ме сіздер? Жоқ, енді бұл фактілер енді демалысқа байланысты болып жатқан жоқ, демалыстың қарсаңында немесе арнайы болып жатқан жоқ. Енді бұл көбіне жаңағы тексерістің қорытындысы бойынша себептерін анықталып жатыр ғой. Мәселен, Атыраудағы жаңағы оқиғаны айтатын болсақ, енді бұл жолаушылар тасымалда саласындағы енді жолаушылар пойыздармен болған, бұндай масштабтағы болған алғашқы оқиға шынында да. Бұның алдында бұндай жол берілмеген. Ол жерде мәселен сол учаскедегі тиісті рельсті ауыстырған кезде тиісті жөндеу жұмыстарын регламентін бұзу фактісі болды, адами факторы, яғни мына рельсті ауыстырғаннан кейінгі тиісті температураға сәйкес рельстер арасындағы ара қашықтығы дұрыстап белгілеп тексерілмеген. Соның салдарынан енді осындай оқиға орын алып, жолаушылар вагондары рельстен шығып кету орын алды. Бұл жерде нақты енді адами фактор. Дәлелденген дейсіз ғой? Иә, дәлелденген, бірақ бұл енді бұл бір факторды анықтадық деп басқасын тексермей қоймаған емес. Қазір енді ол нақты дәлелденген факт, ол бойынша тиісті кінәлі адамдар өз жазасын алды, жұмыстарынан босатылды. Сол жерде кім бақылау керек, сол жерде кім тексеру керек еді, олардың жұмысын кім бақылау керек еді, солардың бәріне шара қолданып, мәселен, Қазақстан темір жолының өзінен 12 адамдай жұмысынан босатылды. Ал енді басқа фактілерді тексерудеміз, өйткені бұл фактімен ғана қалып қоймай, жәнеге тек қана осы жол әсерінен деп, жәнеге адами фактордан демеміз, вагондарды да басқанда тексерудеміз. Қазір ол бойынша тиісті қорытынды, осы жақын бір 10 күнде тиісті қорытынды әзірленеді. Соңғы қорытынды ол бойынша нақты енді бұл тексерулердің қорытындысы бойынша жалпы тек қана осы ғана себеп болды ма, жаңағы жолдың себеп болды ма, әлде басқа да факторлар себеп болды ма, оның бәрі тексеріліп айтылады. Мәселен, Жамбыл облысында келесі күні де ол орын алды. Бұл жерде де енді алдын ала қорытынды бойынша бұл жерде де адами фактор орын алып отыр, жаңағы тиісті жұмыстар уақытылы дұрыс өткізілмегені бойынша. Сондықтан енді бұл көбіне не үшін емес, жаңағы демалыс күндер қарсаңында емес. Негізі енді бұл көбіне қазіргі көктемгі кезде және күз кезінде бұндай рельстердің бақылауды күшейту керек. Өйткені бұл қыстан кейін
Жәнегі қазір жылу кезінде жәнегі үлкен оның үстінен ана үлкен тонналы пойыздар өткен кезде рельс металдан болғандықтан ол жылу әсерінен әрине аздап ол созылады. Ол металдың енді қасиеті сондай енді. Сондықтан осындай кезде енді металдың екі рельстің арасындағы тиісті арақашықтық сақталмаған жағдайда әрине осындай жәнегі фактілер орын алады. Сондықтан осындай кезде осы көктем кезінде мына тиісті кезекшілер өз жұмысын күшейтіп күн сайын тексеріп отырады. Осыны күн сайын тексеріп отырады. Ол бір екіншіден кестеге сәйкес, арнайы кестеге сәйкес ол қайтадан арнайы кесте қаралып, күшейтіліп, ана жолды өлшеу вагондары бар арнайы. Жолды өлшеу вагондары арнайы кесте бойынша бүкіл магистральдық жаңағы темір жол желісі бойынша жүріп тұрады. Осындай себептерді болдырмау үшін тексеріп отырады осылай. Яғни осындай шаралар қолданылады, бұндайға жол берілмеу үшін. Демек, табиғи фактордың да ықпалы болуы мүмкін дейсіз ғой? Табиғи фактордың енді тікелей ықпалы табиғи фактор үшін деп айта алмаймыз. Табиғи фактор болған кезде бұл енді қазіргі кезде енді темір жолшылардың барлығы біледі, осындай кезде міндетті түрде мына жұмыстарды күшейту керек. Регламент бойынша осы жұмыстарды орындау керек, сол жұмыстардың орындалуы қатаңдатылу керек. Яғни табиғи факторына сәйкес кейбір жұмыстарды қосымша жасау керек. Сол ғана. Сондықтан тек қана осы табиғи факторы деп айту дұрыс болмайды. Түсінікті. Әсет Асанұлы, Кәмшат есімді көрерменіміз бір сауал жолдапты, оқуға рұқсат етіңіз. Мен Атырау Ақтөбе пойызына билет алып үйіме жете алмадым. Мақат станциясында біздің пойызды тоқтатты. Алдымызда Алматы Атырау пойызды аварияға түскендіктен депті. Амалсыздан такси алып Атырауға қайттым. Ертесіне билеттің компенсациясын алайын деп вокзалға барғанда кассирлер бермеді, ақшаны қалай қайтаруға болады деп сұрап жатыр. Өте орынды сұрақ. Негізінен көбіне ол жерде билеттердің құнын қайтару бойынша арнайы ереже бар. Егер бұл жерден енді тиісті вагоннан енді өзінің пойызынан шыққан кезде қандай себеппен шыққанын сұрайды кассирлер міндетті түрде. Неге сіз кетіп қалдыңыз деп. Сондықтан олар ақшаны қайтарған кезде егер жарты жолды жүріп шығып кетсе, сол жол өткен жолына ғана алу керек та, қалғанын қайтару керек. Бірақ осы апат болған кезде тікелей телефоны хабарланған, біз оны қосымша тағы хабарлайық. Сол телефон арқылы хабарласып, мына орталық аппарат арқылы бұл мәселені көтеру керек. Негізі қаржының барлығы осындай факті бойынша қайтарылуы міндетті тасымалдаушы жағынан. Түсінікті. Ал енді жалпы осындай темір жолдағы апаттардың алдын алу бағытында, болдырмау бағытында қандай жұмыстар жасалып жатыр елімізде? Соған тоқталсақ. Енді бұл жерде тек қана мына екі факторды, және екі себепті жою бойынша ғана жұмыстар емес, және адеми факторды жою бойынша арнайы бағдарлама қабылданған. Жаңағы мамандардың қызметін қалай бақылауды күшейту керек, мамандардың өзінің деңгейін, кәсіби деңгейін арттыру бойынша дегенде сондай арнайы бағдарлама бар. Ол бір адами фактор бойынша. Екіншіден жаңағы сапасыз құйылтылған бөлшектер бойынша да арнайы техникалық регламент бар. Ол осы август айында да күшіне енеді. Ол регламентке сәйкес тиісті талаптар мына құйылтылған бөлшектерге күшейтілетін болады. Ол талапқа сәйкес. Үшіншіден айта кетеріміз, бізде арнайы бағдарлама қабылданған. Ол бағдарламаға сәйкес қазір жоспарлы жаңағы темір жол желісін жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мәселен, бізде осы алдағы уақытта 2020 жылға дейін осындай темір жол желісінің 7000 километрін модернизациялау жоспарланған. Оған қоса 16000 жаңа темір жол вагондарын жаңарту, 16000 жаңа жүк вагондарын алу бар. 500-ден астам локомотивтерді жаңарту көзделген. 2000-нан астам жолаушылар вагондарын жаңарту көзделіп отыр. Бұл енді ғана қабылданып жатқан шаралар емес, алдағы 2013-те де біраз вагондар жаңартылды, 2012-де де. Енді осындай қаржының, мәселен, қаржының бөлу арқасында, тиісті жаңарту жұмыстарының арқасында қазіргі кезде мына жаңағы темір жол желісінің тозығы жету деңгейі мәселен 60 деңгейге төмендеді. Алдағы уақытта оны 40% пайызға шейін деңгейге төмендету көзделіп отыр осындай жаңарту жұмыстарының арқасында. 60% болып тұр ғой демек қазіргі рельстің тозу деңгейі? Қазіргі кезде 60%. Негізі енді бұл неліктен 60% болған, бұл енді
бір кезінде өзіңіз білесіздер, еліміз енді тұрып атқан кезде тиісті мына әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын ұстап қалу үшін бағаны тасымалдауға өсіруге рұқсат берілмеді. Ол міндетті түрде мемлекетпен реттеліп отырды. Сол кезде әрине ол өзінің активтерін жоғалтып, оны жаңартуға мүмкіншілік болмады. Енді осы 2000 жылдан бастап тиісті ақшалар бөлініп, мәселен, егер 5 жыл бұрын осы жаңарту жұмыстарына 14 миллиард теңге бөлінсе, осы қазір 2014 жылы, 2013 жылы бұл бөлінген саны 49 миллиард, 46 миллиард деңгейінде. Яғни 3 есе артып отыр. Тиісті енді осындай тозығы жеткен детальдарды ауыстыру бойынша тиісті қаражат бөлініп, ол бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл енді нағыз енді жүйелі түрде жүргізіліп жатқан жұмыстар. Түсінікті. Енді Әсет Асанұлы, жаңағыдай апаттар түсінікті, бұл жолдың жабылуы, көптеген жаңағы өзге пойыздардың тоқтатылуы, осының барысында мына көптеген адамдар дейік, жапа шегіп жатады, шығынға ұшырап жатады. Оның бәрін кім көтереді, кім өтейді? Бұл жерде енді бұндай жаңағы салдардың кім кінәлі, сол өтейді. Атап айтқанда, енді бұл жерде жүк иесі бар, ол бір. Екіншіден, мәселен, егер жолаушылар пойызбен, басқа пойызбен келе жатып, олар тоқтап қалса, оларға міндетті түрде тасымалдаушы өзі, егер 12 сағаттан асып атса, тиісті ыстық тамағын беріп, тиісті шаралар қабылдау керек. Екіншіден, билетін тапсырса, мен ары қарай бармаймын, ол билетін мөлшерін өтеу керек. Осындай енді әр жағынан енді бұл жерде тасымалдаушы да өз жағынан қаржысын өтейді. Екінші жағынан енді кім кінәлі? Мәселен, бұл жерде жаңағы сапасыз балқытылған бөлшек болса, онда сол заводтан шығарылған, сол заводқа тиісті регресс ретінде шығынды өтеуге болады. Мәселен, қазіргі кезде бұның барлығын бұл бүкіл темір жол желісі Қазақстан темір жолына қарайды, сондықтан ол өз ақшасы арқылы оның бәрін жабады. Бірақ кінәлі анықталған кезде сол кінәліден тиісті ақшасын қайтаруға мүмкіншілігі бар. Осыны қазіргі кезде ол бір өтейді. Екінші жағынан қазіргі кезде білесіз, міндетті түрде сақтандыру полисін міндетті түрде жасау керек. Ол жаңағы тасымалдаушының үшінші жақтың алдындағы міндетті осындай сақтандыру. Онсыз тасымалдауға жасауға болмайды. Яғни үшінші бір жақтарға қандай да бір зақым келіп жатса, осы сақтандыру арқылы тиісті ақша да өтеледі. Түсінікті. Әсет Асанұлы, сізге кешкілік уақыт тауып біздің хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Және бүгінгі осы студияда айтылған сөздерді қорытындылай отыра, темір жолдағы апаттар саны неғұрлым азая берсін, және сол бағыттағы сіздердің жұмысыңыз жемісін бере берсін деген тілек білдіреміз. Рахмет. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.